Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мақ қосылған бәліштің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне қант және аштығымызды қосып араластырамыз. Сосын жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, алдын ала илектен өткізілген ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді үстін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін мактың үстіне қайнақ суымызды құйып, ісінгенше қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң артық суын төгіп, үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды 4 бірдей бөлікке бөліп, видеодағыдай дөңгелетіп шар жасап аламыз. Сосын бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң әрқайсысын бірдей етіп дөңгелек қылып жаямыз. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды салып, үстіне салмамызды саламыз. Осылай барлық қамырымызды жайып, үстіне кезекпен салмасын салып отырамыз. Тек 4-ші қамырымызға ештеңе жақпаймыз.
Барлығын жинаған соң шеттерін видеодағыдай бекітеміз. Енді пирогымыздың үстіне, яғни ортасына стакан немесе кез келген дөңгелек зат бола береді қойып, видеодағыдай бірінші 4 бөлікке, сосын оны 2-ге, сосын оны тағы да 2-ге бөліп, барлығы 16 бөлік болуы керек. Енді 2 бөлігімізді алып, ішке қарай 2 рет айналдырып, шетін біріктіреміз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Гүл тәріздес мақ қосылған пирогымыз дайын.